Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа ерекше бір тағам дайындауға идея болмай отырса, менімен бірге хинкал розаларын дайындап көріңіздер. Әрі жасалу жолы қарапайым, және достар, арнамның дамуына аз да болса үлес қосып, ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен қуантатын боламын. Ұнымыздың үстіне сұйық майымызды, дрожжымызды, тұзымызды, қантымызды салып, суымызды құйып, жақсылап тұрып, өте қатты тастай да емес, өте қатты жұмсақ та емес қылып қамырымызды илеп аламыз. Аузын жауып ашығанша қойып қоямыз. Еттеріміздің барлықтарын жақсылап жуып алғанымыздан кейін өте үлкен де емес және кіші де емес қылып дәл осындай етіп турап аламыз. Сәбіздерімізді де өте майда қылмай, жақсылап тұрып барлықтарын турап алып, картошкамызды да дәл осылай сәбіздің формасында етіп, барлықтарын турап шығамыз. Жуамызды турап алып, қызып тұрған майымыздың үстіне салып, жақсылап тұрып қуырып алып, етімізді салып, әдемілеп қуырып, үстіне томатымызды салып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алған еттеріміздің үстіне сәбізімізді салып, сәбізіміз жақсылап піскеннен кейін, оның үстіне картошкамызды салып, жақсылап тұрып, пісіріп аламыз. Аузын жауып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсылап тұрып ашып дайын болды. Осы қамырларымызды 3 бөлшекке бөліп алдым. Неге осылай 3 бөлшекке бөліп алғанымыздан кейін өте қатты қалың да, өте қатты жұқа да етпей, жақсылап тұрып жайып алып, домалақша қылып барлықтарын кесіп аламын. Мен дөңгелектерді орташа дөңгелек етіп алдым. Үлкен дөңгелек те қылып алуымызға болады формасын. Мінеки осылай 6 қамырымызды біріктіріп алып, қолымызбен басып, рулет етіп орап, дәл ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Мінеки бізде осындай розалар дайын болды. Барлық қамырларымызды дәл осындай қылып, барлықтарын орап шығамыз. Осы уақытта менің етім де дайын болып қалды. Пешімнің қызуын жоғарылатып алып, енді осыған дайын болған роза қамырларымды салып шығамын. Мінеки біздің роза қамырларымызды қазанымызға бір-бірлеріне қатты жабысып қалмайтындай етіп, әдемілеп салып алғанымыздан кейін үстінен тұзымызды және бульонымызды салып, судың мөлшерін етпен картоптан сәл жоғарылау қылып құйып алғанымыздан кейін розаларымызды 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінеки біздің әдемі болып буда піскен хинкал розаларымыз дайын болып шықты. Кешкі асқа ерекше тамақ дайындағыңыз келсе, осы хинкал розаларын жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын.